Бәріне сәлем, мен Айнұрмын. Қазіргі түрімнен менің бұрында жақсүйегімнің кесірінен қисық болған деп айта алмайсыңдар. Ал қазір бәрі қалпына келіп, бәрі оңалды. Бірақ бұған оңай қол жеткізген жоқпын. Жақындармен қарым-қатынасым үзіліп, денсаулығым да бұзылды. Кішкентай кезімде ата-анаммен көлік апатына түсіп қалдық. Анам қайтыс болды. Әкем анамды жоқтап өз-өзіне ұзақ келе алмады. Және мен оның кішкентай қызы әкемді қара түнектен шығаруға көмектестім. Апат кезінде мен бетімді қатты жарақаттадым. Дәрігерлер бір ғажайыппен бетімді бөлшектеп тұрып тікті. Уақыт өте келе тыртықтар жазылып көрінбей де қалды. Бірақ жақсүйегімнің формасы өте қатты өзгеріп кетті. Ал азу тістерім өскен соң, менің күлкім құбыжықтың тістерін еске түсіреді. Тістерім ұсқынсыз болып, әрқайсысы әр жаққа өсті. Әсіресе азу тістер. Оған қоса олар ең кішкентайлар емес. Сондықтан мен күлгенде бұл бір қорқынышты сурет секілді еді. Оған қоса жақсүйегім дұрыс жабылмайтын. Бұл одан да қаттырақ қорқыныш тудыратын. Басында кішкентай балалар мені көрсе неге жылап қашатынын, ал үлкендер таңданып біртүрлі қарайтын түсінбегенмін. Мен оларды тістеп алатындай. Мәселе неде екенін түсінгенімде мен байсалдырақ болдым. Аузымды барынша ашып күлмейтін болдым. Тістерімді ешкім көрмеу үшін қолмен жауып алатынмын. Шыны керек, бұл одан да жаман көрінетін. Бірақ кейбір жақсы жақтары да бар. Хэллоуин менің сүйікті күнім. Мен зомбидің костюмын киіп, тісімді қызыл тағам бояумен бояп, айналамдағы қарсыластарымды қорқытатынмын. Әкем бұл мәселемен енді дұрыстап айналысайын деп шешті. Және біз дәрігерге бардық. Дәрігер мен тістерімді көріп, мұнаны түзету үшін брекетті кемінде 7 жыл тағу керек деп айтты. Менің жаным ауырып кетті. Бірақ не істей аламын енді? Тақтым амалсыздан. Енді құбыжық бұрынғыдай қорқынышты шыққан жоқ. Содан Хэллоуин дегенге қызығушылығым да кетті. Уақыт өтіп жатты. Жақсүйегім қалпына келе бастады. Бұған шексіз бақытты едім. Бұл уақытта қыздар жігіттермен кездесе бастайды. Ал мен брекеттің кесірінен қатты ұялдым. Және бетім де әлі толықтай түзелген жоқ. Бірақ бұл әлі жартысы. Әкем анам кеткен соң мені бәрінен қызғанатын. Және жігіттерге өте қатал болып, өзінің қарауынсыз ешқайда жібермейтін. Бәрін сұрайтын. Және бірден ата-анасы немен айналысатынын, болашаққа жоспарын, бәрін.